Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге нәзік, үлпілдек, дәмді бауырсақ жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керекті заттар: 300 грамм жылы су, 300 грамм жылы сүт, 2 ас қасық құмшекер, 1 ас қасық тұз, 1 жұмыртқа, 10 грамм ашытқы, 4-5 қасық майонез, 5-7 қасық сұйық май және ұн керек. Барлық заттарымызды бір ыдысқа салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Апара қойып, оны күтудің қажеті жоқ. Барлығын бірден салып жесеңіздер болады. Ұнымыз міндетті түрде жоғарғы сұрыпты болу керек. Және қамырды жұмсақ етіп елесеңіздер, бауырсақтарыңызда жұмсақ болып шығады. Қақпағын жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Ашыған қамырымызды қалыңдығы 4-5 см болатындай етіп жайып, кез келген формада кесіп алып, ыстық майда қуырып аламыз. Міне үлпілдек воздушный бауырсақтар дайын. Сіздермен бірге болған меруерт. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.